Қасқыр неге ұлиды? Ертеде халық деген бір кедей өмір сүріпті. Мал дегенде он шақты ешкісі, жалғыз аты және алтын қауырсынды қоразы болыпты. Ол кезде қораз айғай салып ешкі де бақырмайды екен. Күндердің бір күнінде ақсиған тісі бар, адам қорқар түсі бар бір аң келіп, кедейдің екі ешкісін алып кетеді. Өзі барып тұрған қас күні ме екен, қырды да кетті дейді халық күйініп кемпір мен баласына. Ол өзі бізге қас ешкілерді қырды. Демек ол қас қыр ғой деп қалады сонда бала. Содан бастап қасқыр атанған екен. Қасқырлар кедейдің малын қыруды қоймайды. Кеш қарайғанда тіпті қамаулы тұрған ешкіні қораға түсіп алып кететін болады. Ондайда ешкінің бар бітіретіні сақалы шошаңдап бақырады екен. Қораз болса алтын қанатын қағып беріп ку-кареку деп айғайға басады. Онысы қасқырлар келді, қу-өгір деп халық атайға хабар берген екен деседі. Сол түн, сол күннен бастап қораз шақыратын болыпты, ешкі де бақыратын болыпты. Халық атай күнде үйіне қайтқанда өрістен қасқырлар жемей тастап кеткен ешкінің құйыршықтарын бір етек қып жинап ала келіп жүреді. Бір күні кедейдікіне сақалы беліне түскен бір ақсақал келеді. Ол: жауыздықпен күресу менің парызым еді. Мына кітапты ал, оқы. Оқығаныңды көңіліңе тоқи біл. Ерінбесең дұшпаныңнан құтыласың деп кедейдің баласына бір кітап береді. Сол күннен бастап бала кітаптан көз алмайды. Оның бар ойы жауыз қасқырды өлтіретін дәрі жасап шығару болады. Ақыры бірнеше шөп тамырларын қайнатып дәрі жасайды. Оны апарып құйыршық жемтікке сеуіп қояды. Ешкілерді үйге қамайды. Қасқырлар бірінші күні келіп үйді торыйды. Ешкілер көрінбейді. Екінші күні келеді, ешкілер шықпайды. Үшінші күні қасқырлар ырылдап келіп үйдің іргесін қаза бастайды. Бірақ үйге кіруге батпайды. Ешкіден күдер үзген соң жауыздар жемтікке жиналады. Қомағайлау біреу келген бетінде арс етіп жемтікті қауып өтетті. У деп мұрнынан шәншіла құлап түседі. Қалғандары бас ауған жаққа қаша жөнеледі. Содан бері қасқырлар у деп ұлитынды шығарыпты.